қазір ет экспортына байланысты шектеуге байланысты бұл қалай жүзеге асып жатыр, қай уақытқа шейін созылады, бұл қандай эффект беріп жатыр? Өздеріңіз білесіздер, қазір ет экспортына біздерде квота бар. Бірінші жартыжылдыққа 20 мың тонна деген былтыр, бірақ біздер жартыжылдығында 15 мың тонна шығарған болатынбыз. Яғни айтқанда 5 мың тонна артық. Бірақ бүгінгі таңда біздер мынау мал шаруашылығын дамыту кешенді жоспарын қабылдадық. Соған байланысты біздер ауыл шаруашылығы министрлігі осы квотаның кеңейту мәселесін қарастырып жатырмыз. Алдағы уақытта межведомственный комиссия бар бізде, бүкіл оны шешімді деген тек ауыл шаруашылығы министрлігі емес, бүкіл министрліктер қабылдайды. Ол мынау былтырғы жылы бағаның өсуіне байланысты ішкі өзіміздің соған байланысты нарықта болған зат. Енді оны қазір қарап, әрмен қарай қалай кеңейтуге болады, қалай оны мүмкіндігі болады, соны қарастырып жатырмыз. Яғни айтқанда жоқ, мынау қазір шығып жатқан критериясы өте қаттылау. Өзіңде 5 мың бордақылау алаңы болу керек, өзіңде яғни айтқанда мал соятын алаң болу керек, сондықтан соны біздер шамалы кеңейтейін деп жатырмыз. Яғни талапты түсірейін деп жатырмыз. Демек қалай болуы мүмкін? Жобалар бар ма? Біздің өзіміздің ойымызша міндетті түрде 5 мың бордақылау алаңы болу керек деген сөз міндетті емес шығады ойлаймыз. Бірақ біздің кез келген жерде үйде сойып жіберуге болмайды экспортқа, сондықтан мына ет комбинаты арқылы жүру керек деген біздерде қазір осындай өзіміздің ұсынысымыз бар. Яғни айтқанда кең әрқайсысы егер мес комбинат арқылы шығаратын болса, соған мүмкіндік беру, шығаруға. Электрондық сырғалау деген қаншама мәселе жүргізді, электрондық сырғалау. Оның нақты сонымен актуализация жасалып, Қазақстандағы қазіргі малдың нақты санын айтуға, саны осында деп айтуға бола ма, әлде ауытқу бар ма? Қазір енді өздеріңіз білесіздер, мал санағы өтті. Осы Қазақстан бойынша. Біздер енді сол анау беру статистикамен бірге қалыптастырып қазір сәйкестерін қарап жатырмыз. Олардың қазір қорытындысы шыққаннан кейін біздің өзіміздің есебіміз бар, есежді жүргізетін, соны салыстырып көреміз. Келіп тұр ма? Келіп тұрған жоқ па? Ол енді осы 1-2 айда бізге сол қорытынды шығады, санақтың қорытындысын. Сонда біздер мүмкіндік болады. Санақ қорытындысы шыққан жоқ. Жалпы ауыл шаруашылығы министрлігінде цифрландыру бағытында мынау қандай өзгерістер қазір жоспарланып жатыр, нақты қандай жобалар қосылмақшы? Адамдардың жұмысы, фермерлердің жұмысын жеңілдетуге, ауыл шаруашылығында агрария саласында жұмыс істеп жатқан жұмысын жеңілдетуге? Жалпы барлық мәселе мынау коррупциялық тәуекелдік болмау үшін адамда жылдам жаңағы өзінің өтінішін шешіп беру мақсатында әрине цифрландыру мәселесі өзекті. Сондықтан бәр салада, ол ветеринария саласында болсын, ол егін саласында болсын, біздер барлығын көріп отыруымыз керек. Ет қаяқтан шыққанын, ол қай жерде жеп отқан етіміздің қай жерде сапалы ет болу керек. Біріншіден, екіншіден ол лабораториядан өтті ма, экспертизадан. Егерде егін болатын болсақ, ол егін қай жерде тексерілді, қай шаруашылықтан, ол қандай класс екен, оның барлығы әрине қазіргі заманға талапқа сай цифрландыру керек. Біздер сол мәселемен айналысып жатырмыз. Барлық салада, ауыл шаруашылығының, егін шаруашылығы да болсын, жер мәселесі болсын, ветеринария саласы болсын, мал шаруашылығы болсын, барлық салада ол өзекті мәселе, өздеріңіз білесіздер. Біз онымен айналысып жатқан біздің өзіміздің органымыз бар, АЦЕП дейтін, сол айналысып жатыр. Жалпы бұл бағытта жасанды интеллектті пайдалану енгізіліп жатыр ма? Президентіміз қайта айтып жатыр ма? Жоқ, ол енді қазір міндетті түрде болу керек. Оны бүгінгі таңда шаруашылықтардың барлығы өздері пайдаланып жатыр. Егерде цифровизацияға келетін болсақ, өздеріңіз білесіздер, мынау қазіргі сүт тауарлы фермалар. Бұрынғыдай емес қой, барлығы қазір мал келген уақытта қаншама килограммен келді кеше, бүгін мал жаңағы қорек деген өзінің алдын алған жоқ па, жаңағы қаншама сүт берді, оның жирнысы қаншама, оның жаңағы тәуекелдігі ауруға бар ма, жоқ па, оның барлығы қазір цифра арқылы біздер көріп отырамыз. Қазір енді ол керек емес, ол мониторинг бар, мониторинг арқылы. Сондықтан оның бәрі де цифровизация.